Қазақ титулды ұлт. Кіріспе. Қазақстанның егемендік алғанына 30 жыл болды. Осы уақыт ішінде елді кім шын иығында ұстайтыны, білім мен ғылымды, мәдениетті, спортты алға жетелеп жүрген кім екені белгілі болды. Ал кім керісінше қағаз жүзінде ғана, бірақ ештеңе істемей. Бүгінде біз сенімді түрде айта аламыз, салынғанның бәрі, дамып келе жатқанның бәрі қазақтың еңбегі мен ерен еңбегі. Бар ауыртпалық пен жауапкершілікті титулды ұлт көтереді. Қалғандары қонақ ретінде өмір сүреді, артықшылықтарды пайдаланады, бірақ орнына ештеңе бермей. Элита, үкімет, ғалымдар туралы. Үкіметте кім отырады? Қазақтар. Ғимараттарды, құрылыстарды, үйлерді кім салады? Сәулетшілер мен инженерлер қазақтар. Университеттерге, академияларға және институттарға қараңызшы. Жетекші ақылдың бәрі қазақ. Ғылым докторлары, профессорлар, кандидаттар, оқытушылар. Олар барлық жерде. Көп ұлтты елде басқаларды табуға тырысыңыз, олар жоқтың қасы. Кейде олар келеді, оқуға тырысады, бірақ бас тартады. 1-2 жыл, содан кейін олар кетеді. Өйткені оларға табандылық, тәртіп пен ақыл жетіспейді. Спорт және мәдениет туралы. Қазақстан жүлделі орындарды иеленіп, чемпионаттарды жеңіп жатыр. Қазақтар. Қазақ әйелдері. Статистиканы тексеріңіз, бәрі анық болады. Онда басқа ұлттар жоқтың қасы. Мәдениет. Театр, кино, сахна. Кім жетекшілік етеді? Қазақтар. Фестивальдарда елді кім көтеріп жүр? Қазақтар. Еңбек туралы. Құрылыс алаңына барыңыз, сонда кім жұмыс істейді? Қазақтар. Күзетшілерді қарастырыңыз, жалақысы аз жұмыстарды тек қазақтар атқарады. Ауруханаларда, мектептерде, емханаларда жас қазақ қыздары, медбикелер мен мұғалімдер. Ал біздің көп ұлтты мемлекетімізде басқалар бармайды. Олардың көзқарасы басқа, ыңғайлы мамандық, ыңғайлы жұмыс. Олар мұнда ондаған жылдар бойы өмір сүрді, бірақ олар әрқашан қонақ болып қалады. Олар ешқандай жауапкершілік алмайды. Қазақстандағы орыстар туралы. Қазақстандағы орыстар орыс тіліне деген талаптарын ең қатты көтереді, бірақ олар ел үшін ештеңе істеген жоқ. Ешқандай жетістіктер, жеңістер жоқ. Тек аргументтер, тек шағымдар. Бірақ неге? Ненің негізінде? Өзіңізге сұрақ қойыңыз, осы 30 жылда орыстар Қазақстанға не берді? Олардың чемпиондары қайда? Олардың ғалымдары қайда? Олардың мәдениеті қайда? Егемендік алған жылдар ішінде олардан бірде-бір ұлы есім шыққан жоқ. Ал бүгінде солай. Олар құрылыста жұмыс істемейді, жер жыртпайды, ауыр, көп төлемейтін жерлерге бармайды. Онда тек қазақтар бар. Олар тек өз қалталарының қамын ойлайды. Көбінесе олар курстарын бітіріп, жеңіл ақшаға ие болады. Барлығы асқазанға және жеке ыңғайлылыққа арналған. Ел үшін емес, халық үшін емес, елдің болашағы үшін емес. Сонымен, сіз Қазақстан деген елде тұрасыз, бүкіл елді көтеріп жүрген титулды адамдарды құрметтеңіз. Бұл кемсітушілік емес. Бұл әділдік. Бұл мемлекетті қазақтар құруда. Ал егер сіз осында тұрғыңыз келсе, осы жердің ережелерін қабылдаңыз. Қорытынды. Қазақстан қазақтың мемлекеті. Қазақтар саяси, ғылыми, спорттық және мәдени элита. Қазақтар ауыр жұмыста да, медицина мен ауыл шаруашылығында, барлық жерде. Қалғаны ұлттар диаспора ретінде өмір сүреді. Сондықтан, әрине және халықтан әділетті талап ету, қазақстандық қазақ тілін білу және дәстүрлерді құрметтеу. Іске сәт. Жоба авторы Галымжан Чауетов.